Бізде қонақта жастар орталығының үйлестірушісі белсенді білімгер Алибекова Нұрай. Өзіңіз жайлы толық мәлімет. Мен Сарқан ауданы, Сарқан қаласының тумасы боламын. 2000 жылы еліміздегі қазақтың жаңа жылы 22 наурызда дүние есігін аштым. Есімім Нұрай. Жетісу мемлекеттік университетінің мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 3-ші курс білімгері болып саналамын. Неліктен жұму? Бұл университетті мен негізі кішкентайымнан естідім, білдім, және менің өзім туған жеріме жақын болғандықтан, жалпы университет туралы көп білгендіктен, қандай мүмкіндіктер бар екенін білгендіктен, тіпті болмасын сырттағы адамдар бір-біріне қалай қарым-қатынас, қандай қарым-қатынас екенін жылы шуақпен қарсы алғандықтан, мен өзімді осы университетке тартқандықтан, осы университетті таңдадым. Болашақта өзіңізді қазір оқып жатқан мамандығыңыздың иесі ретінде көресіз бе? Әрине, мен бұны 1-ші курстан бастап білдім, және соған келе жатырмын, мамандығымды өте қатты жақсы көремін. Осы жылдар арасында жұмыс сізге не бере алды? Мен толықтай мақтанып та айта аламын, себебі жұму көптеген мүмкіндіктер мен үшін жасады, және қазіргі таңда мен Жетісу мемлекеттік университетінің жастар орталығы, жастарға арналған орталықта толыққанды қызметкер ретінде жұмыс жасаймын. Осындай бір үлкен мүмкіндіктер берді, және соған рахмет айтқым келеді. Күні кеше ғана 1-ші курс білімгерлерін студент қатарына қабылдадық. Оларға қандай кеңес бере аласыз? Кеше ғана 19 қыркүйекте бізде 1-ші курстарға арналған үлкен жиын, үлкен салтанат өтіп өткен болатын. Келіп түскен білімгерлерге айтар кеңесім, сабақпен ғана шектелмей, біздегі көптеген үйірмелерге, көптеген қоғамдық іс-шараларға белсене атсалысуларыңызды сұраймын. Неліктен деген сұрақ туындауы мүмкін, себебі тек қана сабақпен шектелгенде мектептегідей не болмаса кітапхана, университет қана болмай, екі арада осындай қоғамдық іс-шаралармен араласса, айналысса, өміріңіз едәуір қызықты болады. Ертең болашақта сіз балаларыңызға болсын, үйдегі ата-анаңызға болсын, мен университетте осындай іс-шарамен айналыстым, осындай істедім деген көптеген қызық әңгімелерді езіңізге күлкі келіп естеріңізге аласыздар. Сол үшін қоғамдық өмірмен айналысуды кеңес беремін. Ашылмай қалған құпия дарыныңыз бар ма? Мүмкін мен сурет сала алатын шығармын, білмеймін. Негізі қызығушылығым бар суретке деген. Осы уақытқа дейінгі ең үлкен жетістігіңіз? Атап өткенде мен 18 жасында толыққанды жаңағы қызметкер атандым, мемлекеттік қызметкер атандым. Соны үлкен жетістік деп біле аламын. Себебі кез келген адам 18 жасында жаңағы зейнетақы қоры бар кәдімгі қызметкер атана алмайды деп есептеймін. Соны жетістік деп санаймын. Жалпы өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстанымым негізі жоспарлағанды өте қатты жақсы көремін. Бірақ мен жоспарларым жаңағы өмірлік ұстаным ретінде қарастырылмай, белгілі бір уақыт мерзімде, мысалы 2-3 жылда бір жоспар, сондай бір мақсатқа тез қол жететін жоспарларды құрамындағы, сондықтан өмірлік ұстаным деп оларды айта алмаймын. Арманыңыз? Арманым оқу орнын жақсы тәмамдап, еліме жақсы қызмет еткім келеді, үлкен азамат болғым келеді. Ең керемет күнді қалай елестетесіз? Студент үшін, бәлкім мен үшін керемет күн, таңертең асықпай тұрып, таңғы асымды жақсылап ішіп, ешқайда асықпай, теледидардан киноны қойып, ешқайда шықпай, жылы көрпем үстінде күні бойы жатқан керемет күн деп есептейтін шығарым. Өзіңіздің 3 жаман және 3 жақсы қасиеттеріңізді атап беріңізші. Жауапкершілікті өте қатты сезінетіндігін, қасиетін ұнайды өзіме. Екіншісі, оптимист дейді ғой, мен сіздер байқасаңыздар, не болмаса байқамасаңыздар да мен үнемі күліп жүрем. Сол қасиетін өзім жақсы көрем, себебі өткен кеткен адамдарға жан-жағыма шуақ таратқан жақсы көрем. Және де 3-ші қасиетім мейірімдімін деп есептей аламын өзімді, адамдарға жоқ деп айта алмаймын. Жаман қасиеттерімнің бірі, енді ондай қасиетті сіздер айтатын шығарсыздар, мен білмеймін. Бойыңыздағы қандай мінезіңізді өзгертер едіңіз?
сол атап өткен адамдарға жоқ деп айта алмайтынымды өзгертер едім. Кей кезде жоқ деп айту керек дегенді естігем, соны мүмкін өзгертер ме едім. Ең ескі естелігіңіз қандай? Балалық шағымдағы бір естеліктер болмаса, ағамен жалпы кішкентай біздегі балалық шақта телефон дегендер қатты қазіргі күндегідей дамып қоймаған кез болатын. Біз түнгі 12-ге дейін үсті басымыз кір болып ойнап келетінбіз да, түнгі Дениз деген сериал болатын. Соны көретінбіз, сондай бір естеліктер бар. Достықта ең қадірлісі не? Адалдық деп есептеймін. Досың адал болса, барлығы жақсы болады. Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Қазір оқып жатырмын, бітірейін деп Эльчин Сафарлидің «Не тебе обещали» деген кітабы. Сіз үлгі тұтатын жан бар ма? Иә, ондай жандар бар. Селена Гоместі үлгі тұтар едім. Неліктен? Себебі негізі ол өте мейірімді кісі, соған еліктегендіктен бекен менде сондай бір мейірімді, ашық, жаңағы адамның жан дүниесіне қарайтын адам болып саналады. Ол да менде сондаймын деп есептеймін. Өзіңіз жеткіңіз келетін келесі мақсат қандай? Менің осы жақындағы мақсатым оқу бітіруіне 1 жыл ғана қалды ғой. Енді оқу орнын қызыл дипломға бітіріп, магистратураға түсіп кету. Сіз үшін ғашықтық деген не? Ғашықтық деген кітаптағы, кинодағыдай шығар. Қыз бен жігіт арасындағы достық сезімге сенесіз бе? Қыз бен жігіттің арасында негізі достық бар, мен оған сенем. Бірақ енді адамның өзіне байланысты деп есептеймін. Мүмкін сезімдер болып қалады шығар, мүмкін жоқ, айта алмаймын. Сүйікті сөзім айналайын деген ұнатпайтын. Бүкіл андай ұлдар айтатын боқтық сөздердің бәрін ұнатпаймын. Кино әлде кітап? Кино. Классикалық киім үлгісі әлде спорттық? Әрине классика. Есіміңіз не мағына береді? Менің есімімді әкем қойған болатын. Нұр ай деп. Нұр деген ол нұр, күннің нұры деген ниетпен, ай деген ол аспандағы ай. Орысшадан аударғанда лучик луна, лучик луны, сондай нұр ай деп, сондай әдемі есім қойған. Өткеніңіз немесе болашағыңыз? Өткенмен өмір сүрген жек көремін. Өткендегі істерім ол өтіп кеткен шақта болғандықтан, көбінесе болашақты және қазіргі өмірмен сүрген жақсы көремін. Бүгінгі күннің батыр деп кімді айта аласыз? Қазіргі таңда жаңалықтардан естіп жатқан боларсыздар. Батырлардың көбісі, мысалы, көп балалы аналарға үй алып беріп жатыр, не болмаса тағы да өзге де көмек көрсетіп жатыр. Біздегі блогерлар, не болмаса вайнерлар бар ғой, интернет желісінде жүрген. Солар өздері Алматыда кәдімгі көп балалы отбасыларға жеке-жеке үйлер салып беріп жатыр. Әр үйде 5 отбасыдан тұратын. Мен сондай кісілерді батыр деп санай аламын. Себебі қолдарынан келетіндіктен көмектесіп жатыр. Көбінесе қазіргі батырлар өздерінің есімдерін елге жайғысы келмейді. Көбінесе анонимді көмектеседі. Сондай батырларды батыр деп санай аламын. Жеткен жетістіктеріңіз ненің, не болмаса кімнің арқасы? Ең алдымен толықтай айта аламын, өзімнің еңбек сүйгіш қасиетімнің арқасы деп. Мотивацияны кімнен аласыз? Мотивацияны достарымнан, ата-анамнан, жақындарымнан алам. Сенің қолынан бәрі келеді, сен жарайсың деп айтқан кезде одан сайын күш жүргем. Сіз үшін бақыт деген не? Мен үшін бақыт әрине ата-анамның қасында ойнап күліп жүруге, және де жалпы үйдегі бауырларым, ағаларым қасымда болса, барлығы аман сау ауырмай жүрсе, сол мен үшін үлкен бақыт деп есептеймін.